Бүгін белгілі болғандай, бүтін Қырғызстан партиясының активисті түн үшін қармалып, социалдық тармақтарда билікті күшмен алмаштыруға чақырық жасаған деп күнөлі нөйді. Анын адвокатын айтымында ал жігіттің аккаунты мурда эле бұзылған, жана ал өзі ал жақта көптен бері ешнерсе жариялабай қалған. Билік болса январда эле анын жазғандарына тил экспертизасын жүргізіп, адистер анын жазғандарына чында өлі билікті күшмен алмаштыруға чақырықтар бар екенін анықтаған сияқты. Партияның лидері болса бүгін жогорку кеңеште мындай аракеттер эмне үчүн түн үчүн ашынған террорчуну карматкансып жасалат деген нааразылык билдирди. Бул иш кантип бүтсө дагы ал бийлик маалымат тармагында, социалдык тармактарда коомго утулуп баратканын көрсөтөт. Социалдык тармактар жарандардын жеке пикир алмашуу ыкмасы. Ошол эле учурда ал маалымат каражаты катары эсептелбейт. Бийлик болсо коомду өз тарабына өз аракеттери менен тарта албагандыктан кыжырланууда, жана билгенин гана кылат. Ал болсо күч колдонууну гана билет. Ошол себептен бийликте өксүк комплекси пайда болгондой.